От отынды қалай жалмап жеп қойса, от көре алмаушылық та дәл солай біздердің жасаған жақсылықтарымызды солай жалмап жеп қояды. Бір күні екі адам пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп, көре алмаушылықтың отына күйіп жүргенін айтады. Сонда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: өз бауырыңа Алланың берген нығметіне шын қуана білсең, Алла да саған береді дейді. Бұл көре алмаушылық жүректі күйдірер, ал шын қуану жүректі кеңейтер дейді. Жүректі кең ұстасақ, Алла да сізге береді. Бұл жүректің ең ауыр дерттерінің бірі бұл көре алмаушылық. Көре алмаушылықта тыныштық жоқ. Көре алмаушылық әрдайым мазасыз күйде жүреді дейді. Сіз барлық адамның көңілін таба аласыз, бірақ көре алмаушы адамның көңілін ешқашан таппайсыз. Неге? Өйткені ол адам сіздің қолыңыздағы нығметтің кетуімен ғана оның көңілі көншитін болады дейді. Алла сақтасын. Бұл көре алмаушылық адамды құрдымға жібереді. Өйткені сіз ол адамды көре алмағандан қызғаныш пайда болғаннан кейін оны сіз өсектейсіз, оны ғайбаттайсыз, керек болса қастандық жасауға дейін барасыз. Әлемдегі ең алғаш адам өлтіру осы көре алмаушылықтың кесірінен болған екен, Алла сақтасын. Бір күні бір патшаның әрдайым жанында, дастарханында ақыл беріп, кеңес беріп жүретін данышпаны бар екен. Ол данышпанға деген құрметі патшаның өте үлкен болған. Оны жанындағы сарайдағы уәзірлері көре алмай, оны қызғанады. Бір күні патшаға барып: ей патшам, сіздің данышпаныңыз сізді ел жұртқа патшаның үсті сасиды, үстінен жаман іс шығады деп, сондай әңгіме таратып жүр екен деп патшаға жала жабады. Сол кезде патша ашуланып, бұл қалай болды екен деп, әлгі сенбесеңіз сол данышпанды шақырыңыз деп, уәзір патшаға сондай уәж айтады. Кейін әлгі іші тар уәзір сол қулығын орындау үшін әлгі данышпанды үйіне қонаққа шақырып, тамақтың ішіне сарымсақ пен пиязды толтырып, сөйтіп тамақтандырады. Ертесінде патшаның алдына барған кезде, патша алдына жақындаса, әлгі данышпан қолын қайта-қайта аузына сала береді. Мұрнына, аузына қайта-қайта сала береді. Патша бұны байқағандықтан, бұл қалай болды деп ашуланып, қолына бір хат береді. Мына данышпанға хатты беріп, мына хатты барған ауылыңның әкіміне бер, өзі не істейтінін біледі дейді. Сыртынан қарап отырған, аңдып отырған әлгі іші тар уәзір, көре алмаушы уәзір, патша саған не берді деп алдынан жалмаңдап, алдынан шығып, патша маған осындай хат берді, әкімге апарып беруімді бұйырды десе, әлгі уәзір: патша сыйлық беретін кезде осындай тірлік жасайтын еді, маған беріңіз, мен апарып беремін деп, қояр қоймастан әлгі данышпанның қолынан хатты алып, әкімге апарып берген кезде, хатты ашып қараса, хаттың ішінде патша мынау хатты әкелген адамның басын шауып ал деп солай бұйрық берген екен. Әлгі кісі патшаның сөзін орындау бұл бізге бұйрық деп, әлгі адам бұл хат менікі емес деп қанша айтса да, әлгі іші тар уәзірдің басын әкім алған екен. Бірнеше күннен кейін данышпан патшаның алдына барса, патша аң-таң: менің саған берген хатым қайда десе, сіздің хатыңызды уәзіріңіз қояр қоймастан алды. Сіз сыйлық берсеңіз, сол ала қойсыншы деп, сол уәзірге беріп жібердім дейді. Сонда уәзір айтады: сен менің үстімнен жағымсыз іс шығып жүр деп, бүкіл елге таратып жүргенің бұл әңгімең рас па десе, әлгі данышпан: уа патшам, Алланың атымен ант етейін, бұл жалған, Алла сақтасын, бұны мен қалай жасауым мүмкін дейді. Бірақ солай-ақ болсын, бірақ мен сенің алдында өткенде келген кезде сен не үшін қайта-қайта қолымен аузыңды жауып отырдың десе, соның бір күн бұрын сіздің сарайдағы уәзіріңіз мені үйге қонаққа шақырып, ішінде сарымсақ көп болғандықтан, сіз менің алдыма жақындаған кезде ұялып, қысылып, мен қайта-қайта қолымды, аузымды жаптым деп жауап берген екен. Жақсылық жасағанның жазасын жақсылығына қарай бер, ал жаманның жазасы
өзіне солай жетеді деп патша бұйырған екен. Көріп отырғаныңыздай, көре алмаушы адам бұл дүниеде де, ақыретте де оның жазасы өте ауыр. Алла тағала бұл көре алмаушылықтан баршамызды сақтасын. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: менің үмметімнен 3 нәрсе жабысып әрдайым үнемі бірге болады. Біріншісі көре алмаушылық, екіншісі жаман ой, үшіншісі ырым мен жору. Егер сахабалар сұрайды: я Расулалла, енді бұлардан қалай құтыламыз десе, көре алмаушылық жасасаң, Алладан кешірім сұра дейді. Егер жаман ой келсең, оны қазбалай берме. Егер ырымға беріліп кетсең, ырымның артынан ерме деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біздерге солай өсиет айтқан. Бұл көре алмаушылықтан құтылу үшін бауырыңа берген нығметке шын жүрегімен қуана білсең, бұл жүрек дертінен адам айығады. Сіз соған қуансаңыз, Алла да сізге үйіп төгіп нәсіп етеді. Алла тағала бұл жүректің дерті болған көре алмаушылық дертінен баршамызды сақтасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.